Әдеп сіздерге апамдары ойлап жатыр. Осыған бір қошемет көрсетіп қояйықшы кәніге. Бүгінгі қуанышымыз, бүгінгі отырған отырысымыз. Алланың берейіне сен несібесі көп дейді. Жете алмай кеткен осыны қаншама азаматтарымыз бар, бірақ Алланың нәсібесі етіп. Бүгінде мінеге керемет 1971 жылы Шымкент педагогикалық институтының математика факультетіне оқуға түсіп, оны 1975 жылы математика пәнінің мұғалімі болып бітірген 111 және 112 группаның қыз келіншектері бүгінде алды пайғамбар жасында, арты 60-ты арқалап отырған ел ағалары мен аналарының 40 жылдық кездесуіне қош келіп отырсыздар деп бір керемет сіздерге рахмет. Жаңа қаншама ниеттеріміз бен тілектерімізді айтып жатырмыз. Құда болдыңыздар, жекжат аттыңыздар. Бүгінде немере шөбере сүйіп өткен жағдайларыңыз бар. Осыншама институттың арасында жүріп, осында отырған мен білетін көп масыв секторларыңыз бар. Әрине, старшыларыңыз бар сол кездегі. Осы керемет бүгінгі өздеріңіздің жандарыңызда жүрген жолдастарыңыздың бәрі осында. Қаншама биікке шыққан азаматтар бар. Соның бәрі маған кішілеп жазба ретінде жазып берген екен. Мен оны атап оқып өтуге маған рұқсат беріңіздер. Облыстық комсомолда жұмысын бастап, Москвада партия школында оқып, Атырауда лауазымды қызмет атқарған, осында Кадеева Гүлбархан апайымыз отырған. Кәні бір қол көтеріп қошемет көрсетіп өздеріңіздер. Москва қаласына барған, ол жаққа барудың көріп, кәдімгі аспанға космоспен шыққанмен бірде. Оны қойған шында бар, Алматыға түсудің өзі көп адамға арман болған. Сонда үлкен келіп отыр екенсіз, үлкен рахмет. Сонымен бірге осындағы апайымыз мектепте директор болып қызмет атқарған, осындағы қаншама тағы ағаларымыз бен апайларымыз болған. Тапиева, солай ма? Тапиев Талат, бар ма осы жерде? Осындай лауазымды қызметке Мадинов Әбдіхалық ағамыз егер болса, қол көтеріп қойсаңыз. Бар ма? Осында сонымен бірге Ибатов Шарпа мырза. Бар ма? Сонымен бірге Жігіттерова Сапархан апайымыз өзіміздің. Солай ма сәңгі қол көтеріп қойшы, бұқсымен күнді өші Шымкентте қаларыңыздарыңыз. Рахмет. Сонымен бірге осындағы Ешанқұлов Ерекен, осындағы жұбайы Бекайым апайымыз ол кісіге жақсы Астанада келіп отырып қол көтеріп қай жақта? Сонымен бірге құрметті ағалар, сонымен бірге ағарту саласының озық қызметкері значоктарының иегерлері бар екен. Ол деген оңай емес. Мен көп жерлерде жүргенде айтып жүрмін, жастарға білім береді, әлі де көп қойып береді. Ағартушы дегенді халық жақсы көреді. Ауадай қажет, ел үшін ұстаздар мен мұғалімдер ғой керек деп. Сіздер сияқты қаншама ұстаздардан, мектеп басшыларынан бізде қаншама азаматтар өзімізді тәрбиелеп жатыр. Осындай керемет значоктардың иегері Әбілқазиев Аманкүл дейді. Осы жерде осындай значоктың иегері Сайрамбекова Халида бар ма? Мінеке қасымызда отырған қол көтеріп қойсаңыздар. Сонымен бірге осы жердегі Ахметова Нағашкүл апайымыз қол көтеріп қойсаңыз, мінеке орныңыздан тұрып жатыр. Астана медалінің иегері аға апаларымыз осында отыр. Мінеке керемет, үлкен рахмет, құрметті апалар, ағалар. Енді жаңа айтып жатырмыз, көре алмай кеткен осыны ажалдың жетіп тосылы болғанда қазір тойлармен бәрімізге қосылып деп араларымызда осындай күндерге жиналмай кеткен қаншама ағаларымыз бен жеңгелеріміз бар. Сондықтан мына сәл ол кісілерді еске алайық. Сосын мен өзім айтамын, свет өшірейік, сайтқа назар аударыңыздар кәнге. Құрметті бауырлар, жаңа өмірден өткен бауырларымызды, курстастарымызды көріп жатсыздар. Сондықтан бір минут болса да орнымызда тұрып еске алсақ деген ұсыныс болып жатыр. Бұл ниетіміз бен тілегіміз ол кісілердің жатқан жерлері жақында осында орнымызда тұрып бір сәт
өмірлеріңізден, өміркештеріңізден негізі дайындаған сайлауға ағайымызға рахмет, бір қошемет сөз көрсетіп қойсаңыз деп жатырмыз. Бар ма? Сәке көшірді ма? Сәке қол көтеріп қойсаңызшы, Сәке үлкен рахмет. Сәке жас кезінде тур өзі су алдында қалып тұр өзі. Жаңада бір шапырды қайта-қайта ленде шапыр қисайып киіп жүрген жігіт бұл көрмейді осы. Осы ма? Осы ма? Ол жерде алыс әдем болып себір жақсы тұр. Рахмет, бүгін керемет жақсы. Камераға түсіріп жатыр. 70 жылы мен 2015 жылды салыстырып болмайды. Камераға түсіріп жатыр. Слайдтарымыз бар. Міне сіздердің суреттеріңізді Сәке үлкен рахмет. Сонша суретті тауып, мынандай слайдқа енгізген. Бүгін сіздер отырысты, мына дастарханды жақсы өткізейік. Ән айтса ән айтайық. Биле десе билейік, күл десе күлейік. Себебі мынау құрметті ақжалықты аналарымыз бен ағалар. Мынаған жазылған кассета сіздерді анадай сарғайтып көрсетпейді. Сіздер бүгін дәл қалай болсаңыздар, қанша миллиард, миллион жыл өтсе де сіздер осы қалыпта қалып қоясыздар. Себебі бұл ескірмейді, бұл тозбайды. Немере шөбере шөпшектерін сіздердің осы қалыптарыңызда көретін болады. Сонда бүгінгі қуанышты кешімізді 40 жылдан кейінгі кездесіп отқан керемет бүгінгі қуаныштарыңызды жақсы өткізу үшін бәрі де жағдай жасалған, әншілеріміз бар, камерамыз бәрі де суретке түсірейін деп азаматтар келіп отыр. Ал құрметті Шымкент өңірінің керемет ақжалықты ағалары, елбасыдан ағалар, сіздерменен күніңізбен айымыз түріміз жатыр. Бүгінде жаңа мен бәрін айтып өттім. Қаншама білім саласында мектеп басшысы қызметінде жасап жүрген ағаларымыз бар екен. Еңбектеріңізге нұр жаусын деп, арнайы бүгінгі кешіміздің дастарханын ашып беру үшін жаңа маған қайтып деп сондықтан осындағы 111-ші группасының осындағы старшысы Ахметова Нағашкүл апайымызды, сонымен бірге Абдырахманова Раушан, Әбілғазиева Аманкүл, сонымен бірге Әбілқасымова Сәуле, сонымен бірге Ахметова Болат, Аяшева Рустам, Әбубакирова Алтынай 112-111-ші группадан араластырып солай маған беріп отыр. Ерте сөйлеп, кеш сөйлеу деген жоқ. Орнымыздан тұрып, асабаның қасына келіп, әдемелеп сөйлесіп, айналайын ансамбль бір тұшайын қойып, келіңіздерші кәлге. Осылай билеп жүру керек. Нағашкүл апай, көп адамды атаған сияқтымын. Бұл жерде кім жоқ, кімдер жоқ. Нағып келмей қалып міне. Раушан, Аманкүл, Сәуле, Рысжан, Алтынай, Ахметов Болат, Бәке, қош келдіңіз. Әйтеуір осынша арасында бір азаматты қосылады. Байқаласыз ба, алфавиттен бастап жатырмыз. Бәрі А, одан кейін Ә, одан кейін Б, одан кейін бар құйрығы бар Қ. А дегеніміз ақжалықты аналар, Б дегеніміз балдар, Ә дегеніміз әкелер, Қ дегеніміз қазақ дегендегі кәдімгі, құда дегендегі сол нағыз қарта дегендегі Қ ғой. Ең ақырына бар тоқтайды, сондай алфавитіміз солай. Ал, бастаймыз ба? Ерекеңді. Бәке, бүгінгі қуаныш құтты болсын, қаншама жақсы ниеттер. Жаңа айтып жатырмыз, ол кездері қылшылдаған жас еді, 18 бен 20. Әттең 40 жыл өтіп кетті. 100 граммды қолға алып қағып салған 25, әттең қайтып келмес 25, қайта оралмас 25, бүгін міне 60. Сөйлеміз. Адам басталғанымызға да 1500 шүкір. Ең бірінші сөз алып. Өзімде бағына ойлаған едім түсте, осы сөйлемедік ау, осы кешкі сөз бізге ең ерте тиетін шығар деп. Осы сөйлеген туған әйелін көрмеді ғой, 65 бір. Телевизордан көрер әмзе. Құрметті жолдастар, құрметті құрдастар, құрметті бүгінгі үлкен мерекелі тойдың қонақтары. Мынау атап өткелі отырған 40 жылдық мерейтой тойға ұлассын, Құдай тойдан кенже қылмасын. Міне бағана ғана айтпасқа кеме болмай жатыр. Арамыздан өткен жігіттер мен қыздарды еске алып, олардың әрине топырағы торқа, имандары саламат болсын. Менің айтайын дегенім бұдан кейін де
тағы да бір 10 жылдан кейін дәл осы дастарханның басында бас қоссақ, төрт көзіміз түгел, бәріміз деніміз сау, сондай қуаныш, сондай қызық күнмен тағы да бір 10 жылдан кейін дастарханның басында отырып, қол созып, тағы да бір шер тарқатсақ деген ой. Екіншіден, әрине, мына тойды ұйымдастырушы, тойға үлкен себепкер болып атқан, өзінің жақсы ой пікірін, тамаша идеясын ұсынып атқан Сайлаухан Жартыбаев ағамызға, сондай-ақ ол кісінің жерін сөзге тастамай, жүгіріп жүріп, қызмет жасап атқан қыздарымызға өз атымнан үлкен рахметімді айтқым келіп отыр. Жолдастар, барлықтарыңыз сол институттың қабырғасынан алдын 10 жыл мектепте отырдыңыздар. Институттан кейін міне 40 жыл мектеп қабырғасында басқа жұмыста жұмыс істедіңіздер. Бірақ 40 жыл мен 10 жылдың қасында сол институтта өткізген 4-5 жыл өзінің мағынасы жөнінен де, мәні жөнінен де естен кетпес сол бір қызықты жылдар. Себебі 4 жыл, 5 жыл қысқа уақыт болғанымен, ол жылдан алған әсеріміз біздер үшін өмір бақи есте қалатын жыл болып отыр. Сондағы ауыл шаруашылық жұмысына барған кездегі естеріңізде шығар, тек қана бір тұтып қойған бір аппақ мата бар еді ғой. Бір шетінде қыздар жатып, бір шетінде біз жатып, шынына келгенде араласып жатып. Сондан өкім Нұрбаев Өтелбай ағайдың бастап барғаны, Болысбектің ағай сіз дегенде бізде жан бар ма деп айтқанын естіп қойып, ой Болысбекке бір-екі хат сөз айтқандары. Міне сондай қызықтардың барлығы осы студенттік кезде өтіп отыр. Ол олма, анау естеріңізде бар ғой, Қырғызбаев Жүзбай Арыс Түркістан каналына түсіп шомылғанда Сәтеновтың көзі қызып түсіп кетсе, ол байғұс жүземайды екен, әмзені көтеріп шыққан. Бір ерлік жасар. Енді ана куратор болғаннан кейін жаңа шыдау деймін. Болысбектің үнемі анау студенттік дәптерін көрсең бәрі футбол кестесі өнген жатқан. Міне енді дүрде бір мектепті қанша жыл билеп, қанша оқушыларға тәлім тәрбие берді. Сондай арамыздағы кім Тасылғаяқ отыр. Анау парақ жетпегендей партаға да ойып, ды деп жазғандарың естеріңде ма? Ол анау трактор емес, Доталы мен Тастөгіл дегендерің. Міне сондай қызық ойын күлкілердің бәрі сол кезде өтті, құрдастары. Міне сол қызық болған үшін міне әр уақытта есімізден кетпейді, әр уақытта біздің жадымызда, әр уақытта біздің осы жүрегімізде сақталады деп. Тойларың тойға аласың, еш уақытта Құдай тойдан кенже қылмасын, бала шағаларыңның, семьяларының рахатын көріп, әр уақытта кенеліп жүре беріңіздер. Рахмет. Бәке рахмет. Өте бір еске алып керемет жақсы сөздер болды. Бірақ сізге папаракпен жасап жатыр. Қазір 60-тың ұяқ-бұяғы 10 жылдан кейін 70-70 келіп қаламыз. Ол кезде 10 жыл қиналып қаламыз, сол 5 жылдан кейін кездессек бола ма деп жатыр. Себебі қартайған сайын үйден шығу қиын болып қалады. Әйел азаматтарын еркектер келе береді ғой, шалдар жібермей қояды, маған қарайды, ешкім жоқ деп. Бәрін айтып кеттіңіз, сол мақтада, анау мақта теріпсіздер мен сіз айтып байқадым. Соның ішіне тас салып, кесек салып өткізетіндерді айтпай кеттіңіз ғой. Кесек салып, балсыз салып өткізіп, ұсталып қалып қызық қойшы еді осыдай, қай жақ қарай берейін әке. Кәне, сөйлеңіздер. Алдында бүгін жиналып отырған достар, курстастар, енді осындай үлкен тойда жиналып отырмыз. 40 жыл деген тапшылық сағындай уақыт деп өтіп кетті. Қалай өткен өзіміз де білмей қалдық. Бірақ одан да бұрын кездесуіміз керек еді негізінде. Оған да Құдайға шүкір. Кездесуіміз кеш жақсы деп, осы тойымыз ары қарай тойға ұласа берсін, жалғасын тапсын. Екі мынау студенттік шаққа еш нәрсе қызығына тоймай жүретін уақыттың бәрі жетеді. Байлық та сонда, денсаулық та сонда, қызық та сонда, шыжық та сонда. Ол өз алдына бір уақыт деген. Одан
одан кейін басқа өмір, одан кейін мына келін алып келісіп қосады дегендей өзінің өмір жалғасын тауып жатты. Енді біраз уақыт жасқа келіп, Құдайға шүкір, ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырып, осындай бір бас қосып отыруға біздің нәсіп етіп жазды. Аллаға шүкір бұл келіп отырғанымызға. Енді барлықтарыңызға не деймін, енді жаңа қызықшы жыл көп, әрқайсымыз қазақтарға сөз берсек қазақ сөз сөйлей береді. Бірақ сәл қысқартсақ дейміз енді. Жаңағы қызықтар көп, жаңағы мақта терген уақытта қыздар көп, басқаларына айтпай аманкүлге бір тойлары беретін тұғын. Бәрін теріп кететін тұғын. Сол тойларын бәрін теріп алып, бәрін 300 килограммға дейін теретін тұғын. Сөйтіп, әр 10 күн сайын премия алатын тұғын. Енді біз менен басында ең көп тірген 200 болды. 200-ге тіргенде құладым, сайлау қылмай шарапаттың ортасына түсетін тұрмын. Сол екеуінен қалмаймын деп. Ал олар да жаңа 200-ден асырып теретін тұғын мақтаны жаңаға. Мына математиктердің бәрі еңбекшіл қалып, қарапайым қалып болады, басқа факультеттерге қарағанда. Жаңаға екеуміз басымызда отырса 80 километресін болып деп, біз соны теретін тұғын жаңаға. Орындамай кетпейтініміз барлығымызда. Еңбекқор болдық, қарапайым болдық, басқа факультеттерге қарағанда біздің ерекшелігіміз осы болып деп есептейміз бізде. Өте қарапайым болғанбыз. Сол қарапайымдықтың Құдайға шүкір бір мектептен бастап бір кезде пенсияға шықтық. Міне рахатын көріп жатырмыз. Құдайға шүкір балалардың бәрі өз орнын тапты, қыздар өз орнын тапты. Енді осындай ары қарай шөбереміз, небереміз жалғасын таба берсін. Біз солардың рахатын көрейік, сіздер де көріңіздер. Сол рахатын барлығын. Сіздерге тек той тілеймін, денсаулық тілеймін. Жаңағы осыны ұйымдастырып отырған, жаңағы осы тойдың ұйытқысы болып отырған мен сайлауға көп сансыз рахметімді айтамын. Мына жүгіріп отырған қыздарға да, Нағашгүл, Сапархан, Халида, бұлардың барлығына да рахмет, осылай қызмет жасап, барлығын жүгіріп басқарғанына. Енді айта берсек сөзге барлығы да осыны айта береді, бір сөз қайталанбасын. Енді жалғасын тауып, мынау құдақаса тойымыз тойға оласын. Енді жаңағы 10 жыл деген көзім онша келісіп білемеймін енді. Шынында да 5 жылдың өзі көп сияқты. 3 жылда кездесейік, әйтпесе жаңағы Назарбаев атамыз айтып отыр, 5 жылда бір кездесіп тұрайық деп 5 жылда 2 рет кездестік қазір. Біз ауылымызда Назарбаевтың кластасы бар да, 2 жыл болып барып келгенде, былтырда барып келді сол кісі. Қызығамын сол кісілер, ол мектеп директоры болып істегенде өте жақсы. Біздің сондай болуға болады ғой, қанша жасымызға дейін. Құдайға шүкір бәрі өзімен өзі болып жатыр. Кездесіп тұрған жақсы бір ғанибет болды. Өмірдің қызығы болса деп есептеймін. Барлық жолдарыңыз ашық болсын енді. Мынау осыны айтқаннан кейін әртүрлі сұрақтар ойды мазалады. Кім қандай дәрежеге жетті, кім қандай деңгейге өсті, ойпырмая деген неше түрлі сұрақтар келіп, альбомды көндік ақтарып, танымай қамайшы, барғасын танайшы деп. Бәрібір өзгеріс екен. Күнделікті өмір өзінің керегін алмай қоймайды екен. Бағынбасақ та бағындырады екен. Бүгін енді өмірге тең келмейтін тарихтың бетіндегі тамаша қалың жазумен жазылған бір күн болып тұр бұл. Артқа үңілсең 40 жылда не деген уақыт. Орта жас болғанда 2 жігіттің жасы, былай айтқанда 1 жігіттің жасы. 40 жылда ортамыздан жаңағы 5 жора жолдасымыз дүниелік бақилық болыпты, қалған 45-іміз аман есен екенбіз. Енді не деген тірлік, не деген уақыт, не деген құдірет, не деген бақыт. Студенттің өмірдегі уақыт, сенің өмірдегі ең байлық, мультимиллиардер кезің екен ғой. Еш нәрсе ойланбайсың, стипендияңды аласың, үйіне барасың, әке-шешең ақша береді, бір рахат заман. Ойпырмай қашан біз бітіріп, бір классқа еге болып, 25 балаға ұрсақ не деп жүргенде ол уақытта келді. Ол уақытты өз бір уақыт екен. Міне классқа келді, бәріміз қызметтеміз, біреуі біледі, біреуі білмейді, анаумен анадай сөйлесесің, мынаумен мынадай сөйлесесің. Сөйтіп жүргенде өмірдің өзі үлкен тәжірибені саған әкеп қояды екен. Сөйтіп жүргенде мектеп
мектептің басшысы боласың. Одан кейін сен уже оқушыларды былай қойып, өзіңмен қатарлас адамдармен жұмыс істейсің. Міне солардың барлығы пенсияға жеткенде соның өзі кереметтей бақытты шақтардың бірі екен ғой. Мен соны пенсияға шыққанда бірақ білдім ғой.